Шымкентте ішкі әскерилердің Бүркіт арнайы жасағының қызметкерлері арасында қоян-қолтық ұрыстан республикалық турнир басталды. Бұл дәстүрлі жарыс 1995 жылдың сәуір айында Тәжік-Ауған шекарасында азаматтық борыштарын атқару барысында ерлікпен қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерді еске алуға арналған. Турнирдің ашылуында 17 боздақтың бірі Қалқаман Бақпаевтың анасы Үрқия апа, бокстан әлем чемпионы Біржан Жақыпов, ардагерлер сөз алып, мұндай патриоттық шаралардың маңызы зор екенін атап өтті. Сайысқа халықаралық ережелерге сәйкес өтуде. Қатысушылар 3 күн бойы 8 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Қоғамдық тәртіпті нығайтуға ерекше үлес қосатын ішкі әскер сарбаздар үшін мұндай турнирлердің тағылымы мол. Алдағы Сочи олимпиадасының 17 жолдамасы да ішкі әскерилерге тиесілі екенін атап өткен жөн. Сборная команда. Бұл жарысқа еліміздің 8 өңірінен 60-тан астам спортшы қатысуда. Осы сайыста топ жарғандардан құрама жасақталады. Олар әскерилер арасында өтетін халықаралық жарыстарда еліміздің намысын қорғайтын болады.